Сәлем достар, видеоны жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп алыңыз. Бір жасағаннан осындай жұп-жұмсақ әрі нәзік болып шығатын сметанник пирогының рецебімен бөлісетін боламын. Қажетті құрамдардың барлығын төменде описание бөліміне жазып қалдырдым. Алдымен қамырын жасап аламыз. Ол үшін бөлме температурасындағы 100 грамм сары майға 80 грамм қантты қосып және бір жұмыртқаны қосып барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Одан соң 200 грамм ұнға бір шай қасық қамыр қопсытқышты салып, жұмсақ қолға жабыспайтындай қамыр илейміз. Ұнды алдын ала електен өткізіп аламыз. Қамыр дайын болғаннан кейін салмасын әзірлейтін боламыз. Ол үшін 400 грамм қаймаққа 100 грамм қантты қосып және 3 жұмыртқаны қосып, одан соң бір ас қасық ұнды салып, барлық қоспаны жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Енді қамырды формаға жайып аламыз да, дайын болған салмасын құйып, алдын ала қызып тұрған пеште 170-180 градуста 30-35 минутқа салып пісіріп аламыз. Міне осындай дәмді сметанник пирогы дайын болды. Назарларыңызға, қолдауларыңызға рахмет.